Менің бағдарламамның тақырыбы эссе жазу стратегиясы, ойды көркем жеткізу өнері, 7-ші сынып оқушыларына арналған. Бағдарламамның мақсаты: бұл курс оқушыларға қазақ тілінде ойды анық, сауатты және әсерлі жеткізуді үйретеді. Эссенің құрылымын түсіну, жеке ұстанымды дәлелдермен негіздеу, логикалық тұжырымдау мен қорытынды жасау дағдылары дамытылады. Курстың міндеті: курс оқушылардың лингвистикалық, аналитикалық және шығармашылық дағдыларын дамытып, жазбаша ойды сенімді, логикалық және әсерлі жеткізуді үйрету. Курстың өзектілігі: бағдарлама 21 ғасырдың негізгі дағдылары коммуникация, дәлелдеу, өзін таныстыру, талқылауға қатысу қабілеттерін жетілдіреді. Сонымен қатар, қазақ тілінің байлығын сезіндіру арқылы патриоттық және рухани адамгершілік тәрбиеге үлес қосады. Күтілетін нәтиже: курс жазбаша, ауызша, өзін-өзі таныстыруға сенімділікті арттырады. Оқушылар өз эсселерін қорғауды, талқылауларға қатысуды, өз көзқарастарын нақты қорғауды және қарама-қарсы пікірлерге тиісті түрде жауап беруді үйренеді. Курстың мазмұны және құрылымы: 34 сағат. Курс 4 негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімге эссе жазуға кіріспе 9 сағат. Бұл бөлімде оқушылар эссе жанрының міндеті, ерекшелігі, түрлері және құрылымдық элементтерімен танысады. Келесі бізде екінші бөлім: ойларды көркем жеткізу өнері. Бұл бөлімге 9 сағат берілген. Бұл бөлім оқушының тіл байлығын, сөйлеу мәдениетін және шығармашылық қиялын дамытуға арналған. Келесі бөлім, үшінші бөлім: эсседегі тіл және стиль. Бұл бөлімге 6 сағат берілген. Бұл бөлімде оқушылар әдеби тіл нормаларын меңгеріп, стиль ерекшеліктерін түсінеді. Келесі соңғы бөлім, 4-ші бөлім: қорытынды және шығармашылық жұмыс, 10 сағат. Бұл бөлім курс соңында жинақтау жұмыстарына арналған. Сонымен қатар, осы курспен бірге практикалық тапсырмалар беріледі. Қорытынды: бұл курсты аяқтағаннан кейін әртүрлі эсселерді сауатты және мәнерлі түрде жазады. Мәтіндер мен фактілерді сыни тұрғыдан талдайды. Өзіндік жазу стилін дамытады. Ана тілін шығармашылық пен өзін-өзі көрсету құралы ретінде пайдаланады. Сөз мәдениетін бағалайды және ана тілінің дәстүрлерін құрметтейді. Бұл курс интеллектуалды дамыған, шығармашыл және тілдік сауатты, әдемі ойлай және жаза алатын жеке тұлғаларды дамытудағы маңызды қадам болады. Назарларыңызға рахмет.